Соңғы кезде пластикалық терезеге деген сұраныс бірнеше есеге өскен. Әрбір екінші үйде осындай терезелер орнатылған. Мектеп, емханалар мен өзге кеңселер заманауи дизайнға көшкен. Ол дегеніміз, пластикалық терезелерді жасап шығаратын шағын кәсіп орындардың жағдайы жақсаруда. Жоба мақсаты пластикалық терезе жасау. Өнім пластикалық терезе. Өнім шығару көлемі жылына 1200 пластикалық терезе шығару. Жоба құны 13,5 миллион теңге. Өзін-өзі ақтау мерзімі 2 жыл. Терезеге арналған түрлі заманауи құрылғылар мен материалдардың арасынан бүгінде ең сұранысқа иесі пластикалық терезелер. Жергілікті халықтың қалауы да осы терезелер. Өйткені шаң тозаңды өткізбей, ұзақ мерзімге дейін жөндеуді де талап етпейді, тиімді және ыңғайлы. 4 камералық дейді. 4 камералықтың 3 камералық пен 4 камералық бар. 3 камералықтан 4 камералық сәл мықтылау болады, қаттылау болады. Ал 3 камералықты сәл бостау болады. Ерекшелігі бұл Турциядан алдырынады материал. Пластикалық терезелерге қатысты сауда-саттық соңғы кезде бір қатар қиындықтар туғызып жатқанын рас. Өйткені әрбір шағын бизнес өкілі өз бағасын қойып өнімін өткізуге тырысады. Тұрақты бір баға жоқ. Дегенмен кәсіпкерлер бұл кәсіптің тиімді екенін алға тартып отыр. Жұмысымыздың нәтижесі жаман емес. Тек қана халықтың емес, жаңағы тендерден ұтқандарға да жәрдемдесіп бітіріп беріп жатырмыз науқан кезінде. Біздің істеп жатқан жұмыстарымызға осы уақытқа дейін ешқандай арыз шағым келген жоқ, сапасы жақсылықтан. Біздің материалдарымыз Турциядан алдырғанбыз. Ақ қоңыр болып бөлінеді. Қоңырын сапасы жақсы болғаннан кейін қымбаттау. Оның әйнектері Ираннан, Россиядан аламыз әйнектерді. Бұларды кесіп, жабыстырып жасайтын станоктарымызды көріп тұрсыздар. Қазіргі уақытта пластикалық терезе өндірушілерде ПВХ терезелерін дайындаудың рентабельсіздігі туралы мәселе туындамайды. Өйткені бұларға сұраныс өте жоғары және жақын болашақта олардың төмендеуі болжанбайды. Пластикалық терезелерді өндіру фабрикасының бірінші қалыптасқан сәтінен бастап жетілді және дамыды. Көп тірліктен көп жақсы ғой енді. Ыңғайлап анау әр несіне бір адам өте бергенше, әрбір адам бір несін істесе, уақытылы жұмыс істесе, өз жұмыс өнімділігі көп болады. Пластикалық терезелер өндірісі жаңа жабдықтарға өтіп жатқан технологиялық процестерді және пластикалық терезелерді дайындаудың барлық кезеңдерінде сапаны қатаң қадағалауды көрсетеді. Пластикалық терезелер өндірісі процесінің барлық талаптары мен қағидаларын қатаң сақтау, заманауи нарыққа сенімді, қолайлы және ұзақ уақытқа төзімді ПВХ пластикалық терезелерді шығаруға мүмкіндік береді. Бұның тиімділігі жұмыс мерзімі ұзақ. Біз 5 жылға не береміз? Гарант, кепілдік береміз. Ал негізі 25 жылға дейін өте сапалы тұрады. Ағаш терезелер арқанда жұмыс істеу қабілеті ұзақ. Ең бастысы сапасы жоғары болуы тиіс. Өйткені тапсырыс беруші тауардың сапасына кепілдік талап етеді. Біздің материалымыз өзі біткенде өзін ақтап шығады. Мысалы, өткенде бір машина көлікпен әкелдік па, соны жасап біткенде біздің барлық шығынымыз өзіміздің жауып, өзімізге тиесілі пайдамыз қалады.
бизнесіңізді ашуға қаржыңыз болмаған жағдайда қандай шара қолдануға болады? Әрине, бастапқы қаржы қоры қажет екені даусыз. Бұл тұста сізге банк өкілдері көмекке келеді. Сумма кредитования в банковском уровне зависит от оборотов предприятия. Несиенің көлемі тұтынушының кәсібіне байланысты белгіленеді. Сондай-ақ Қазақстан бойынша орта есеппен 12% несиелер де қарастырылған. Екінші деңгейлі банктер кәсіпкерге көмек ретінде қаржылай несие беруге дайын.